менің зейнетақымды жазда бұғақтап тастады. Шетелге шықпау жөнінде бұғақтап тастады. Мен кемел салымшы жазушымын. Менің шоттарымның бәрін бұғақтап тастады кәдімгі. Міне осы күнге дейін оны жұмыстан шығару жөнінде мен жазған. Осы күнге дейін бір жауап жоқ. Алло. Siz kim bolasiz? Аты жөніңізді таныстырыңызшы. Капралова Зире Файзулла қызы болам. Қазір Кім боласыз? Қалай? Мен мұнда министерство юстицияда отырмын. Қай жерден? Мәжбүрлеп орындау департаменті. Иә, бардым, бәрі нормально. Мен арызыңызбен таныссам бола ма? Өкінішке орай мен осы сөйлесіп жылдың басында Алматы облысының кураторы болдым. Мен арыздарын бұл кісіні білмеймін, сол үшін қарасам мен танысып. Қараңыз. Тыңдашы, қызым, Бірінші сұрақ. негізі почетный ақсақалды, мен де почетный ақсақалым. Босағада қойып төлестіресіңдер. Онда шығарыз сыртқа, Неге бізде демократия кіргізбейсіңдер? жасайтын жер бар, сол Неге жаққа барайық. кіргізбейсіңдер? Достап, мынау не деген нәрсе мынау? Мен барайық, сөйтейік. Құрметті кісі орден. Мен сізді, Мынау қонаев ордені, мысалы. ата сіз сияқты кісі бар екеніне мен мақтан тұтамын. Енді Сіздер мақтан арызыңызды мен таныссам болады. Кіргізсеңші мынау. Бір шақан, бір Оны шақан. қазірше мен сыртқа шығайық, сыртта бізде адалдық алаңы бар, сол жақта мен сізді қабылдаймын. Қай жерде сыртта? Бұлай жүрген кезде мен бірге шығамыз. Жоқ, былай істейік. Аха. Бізді министрге қабылдайды. Болды. Мен мені пока министр или орынбасар қабылдайды, біз Мен сіздің арызыңызды көрсем бола ма? Мен Таныссам бола ма? пикетке келген адаммын. Удемление бәрі бар, как тауып келген. Мен осы жерде отырамыз. Ата, Екінші вопрос, мына кісі судан шығайын, мына кісіні боқтап тыңдатшы. Иә, менде бар видеосы, қазір көрсетемін. қазір тыңдаймыз. Сіздің арызыңызды көрсем бола ма? Мына арыз, мына. Өтініш. Просто ана жерге кіргізші, мына босағада біз ұят бізге босағада Астында тұрады. қабылдайтын жер бар, сол жаққа Соған барайық ата. далаға шығуымыз керек. Иә, бұл жерде астында да сол жерде. Не ұйып жасап қойған? Мынау кешеге шақанды мені кеше сотқа шақырып жатқаны менсіз. Не деген ұятсыз оңбаған адам. Облыс соттың решениесі бар мінекей. Мен жеңді деген. Мен кеше атып өтіп бердім. Бүгін қайта шақырады шақанды. Сотқа мен арызға жазып. Что такое это, консультация, да? Қайда мынаған жауап? Ана сот орындаушының дегендерін 2 ай болды, жауап жоқ. қысқарту Не керек. болды жауап жоқ? Барып тұрған преступниктер олар. Қазір базадан көрейікші мен. Елмен салып. Ya bazıda nemine көресіңдер, мен жауабын алмасам болса келем ба? Қазір мен жауап қай уақытта түсті? Жоқ, сіздер мені қай уақытта қабылдап тұр ғой, міне. Неге жоқ? Сіздер қазір бірдеңе ойлап табыласыңдар. Жоқ. Давайте маған ана министр или замминистрді. Сол мынаны тыңдаңыздар, тыңдатшы. Жақсы, қазір тікелей эфирімді өшірейін.